Тұрақты жұмыс орындарын құру, қазіргі күрделі жағдайда ел тұрғындарын қолдау, шағын кәсіпкерлік дамыту – бұл еңбек бағдарламасының басым бағыттарының бірі. Ел ырысын еселеген еңбек мемлекеттік бағдарлама шеңберінде 2021 жылы 21.841 адам жұмыспен қамту жоспарланса, нақты 5.885 адам екі қолға бір күрек тапқан. Бірнеше бағыты бар. Оның ішінде мына қысқа тоқтап өтейін. Бірінші бағыты бойынша, яғни техникалық және кәсіптік біліммен және қысқа мерзімді кәсіптік оқытумен қамтамасыз етуге осы жылы 2,5 мың адамды қысқа мерзімді оқыту жоспарланып отыр. Бүгінгі таңда өңірлік комиссияда бұл мәселе қаралды. Оның ішінде 600 адам жұмыс берушілердің сұранысына сәйкес 8 мамандық бойынша 11 білім беру ұйымдарына жолданды. 1900 адам 24 мамандық бойынша 18 білім беру ұйымдарына еңбек нарығының сұранысына сәйкес жолданып отыр. Еңбек бағдарламасының ауқымы кең. Бір сөзбен айтқанда, оқып, біліктілігін арттырып, өз кәсібін ашқысы келгендерге таптырмас мүмкіндік. Екінші бағыт жаппай кәсіпкерлік дамыту бойынша 2555 адам қамтылған. Оның ішінде 55 адам шағын несие алса, 600 азаматқа 3 миллион теңге көлемінде жаңа бизнес жобаларын жүзеге асыру үшін мемлекеттік грант берілген. 2555 адам жоспарланып отыр, 116'да 6 миллион теңге бөлініп отыр. Орта есеппен шағын несие беруге 14'те 8 миллион теңге. Олар 1900 адам бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқыту, ол 21 күн бойы өтеді. Атамекен кәсіпкерлік палатасы өткізеді. Біз сәуір айында өтінімдер жинап, 2400 адамнан өтінім жалпы түсті. Осы адамдарды іріктеп, зерттеп, барлықтарына жолдама қолдарына берілді. Брифинг барысында белгілі болғандай, мемлекеттік бағдарлама аясында грант алып, өз кәсібін дөңгелетемін азаматтардың арасында мемлекеттің қаржысын мақсатсыз жұмсаған жағдайлары кездесіпті. Сала басшылары бармақ басты көз қысты әрекеттерге жол берген азаматтардың мәселесі майшаммен қаралатындығын баса айтты. 2020 жылы 4800-ге жуық, қателеспесем, 5000-ға жуық гранттар берілген болатын. Оның ішінде осы мониторинг группасы шықты. Жартысынан 2,5 мыңға жуығын қарап шықты, зерделеп. Оның ішінде кеше 90 іс бізге осы өңірлік комиссияға шығарды. 90 істің 12-сі осы қайтаруға жататын болып шығып жатыр. Актілер барлығы бар. Қазір таңда осы азаматтармен жұмыс жасалып жатыр. Мұнан бөлек әлеуметтік жұмыс орындарына 200 адамды жолдау жоспарланып, қазіргі таңда 195 азамат екі қолға бір күрек тапқан. Айта кету керек, басқармаға қарасты 30 қызметтің 26 автоматтандырылған. Тұрғындарға мекемелерді аралап, ұзын сонар кезек күтпей-ақ электронды үкімет порталы арқылы құжат тапсыруға мүмкіндік бар. Данат Балқыбекұлы, Нұрлан Ерсінбекұлы, Роман Пірімқұлов, Нар Ньюс.